Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтін. Бүгінгі сабақта тірек сөздерді пайдалана отырып әңгіме құраймыз. Мәтін бөліктерін ажырата білеміз. 31-ші жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Балалар, бірге оқып көрейік. Ау түйе құс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң құсың не? Ал құс болсаң түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда түр денем. Түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Балалар, өлеңнің пайымдау бөлігін тауып көшіріп жазыңдар. Сендер экраннан өлеңнің пайымдау бөлігін көріп тұрсыңдар. Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда түр денем. Түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Өлеңнің осы бөлігін көшіріп жазыңдар. Балалар, түйе құс неге ұша алмайды? Өз пікірлеріңді айтып көріңдер. Түйе құстың салмағы ауыр және қанаттары келте болғандықтан ұша алмайды. Мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Ол үшін суретке мұқият назар аударамыз. Суретте не бейнеленген? Бала орманнан не тауып алды? Қоянның аяғына не болды? Бала оған қандай қамқорлық жасады? Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Бала қоянға неліктен көмектесті? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін керекті сөздерді пайдаланыңдар. Бірде, көрді, аяғы сыныпты, әкелді, таңды, емдеді, тамақ берді, жазылды, еркіне жіберді. Суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құрап, оған ат қойыңдар. Керекті сөздерді пайдаланыңдар. Суретке қарап, бала мен қоян деп ат қоюға болады. Бірде бала орманнан ақсаңдап бара жатқан қоянды көрді. Қоянның аяғы сыныпты. Бала қоянды үйіне әкелді. Аяғын ақ дәкемен таңды. Оған тамақ берді. Бірнеше күннен кейін қоянның аяғы жазылды. Бала қоянды еркіне жіберді. Балалар, сендер қандай хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасадыңдар? Өз ойларыңды айтыңдар. Экрандағы суретке мұқият назар аударамыз. Суретке қараңдар және онда не бейнеленген? Осы сурет бойынша әңгіме құрастырыңдар. Құраған әңгімеңе ат қойыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.